жатыр. Мен кеше 19 август күні қызымды босанған болатынмын. Бүгін 20 август. Кеше босанғаннан кейін кішкене бөпе туылғаннан кейін кішкене эйфория болады, түсінбейсің, бақытты боласың, әртүрлі сезімдер араласып кеткендіктен мен ойымды жинақтай алмадым. Сондықтан бүгін сіздерге айтып берейін. 38 аптада босандым. Ертерек өзінің срогынан, бірақ нормальный срокта. Мен 17 августқа мен УЗИға барамын, сөйтіп маған суы аз. Бүгін уже кеш болып қалды. Мен сені өзім өйткені бұл жақта врачтың болған уақытысында ғана өзі қабылдайды. Яғни мен қаралып жүрген врач ол сағат азында 9-да келеді, кешкі 5-те ма кетеді. Сол уақытта кеш болып қалды, ертең босандырамыз, бірақ бүгін сағат 8-де келіп роддомға жатасың деді. Сөйтіп мен сағат 8-де келдім. Қазақтар әрқашан кешігіп жүреді деп айтайын ба. Маған сағат 8-ге дейін кел деген. Қазір уже 8-ден 15 кетіп жатыр. Міне келдім больницаға. Қазір кірем. Сумка роддом дайын. Кішкене қорқыныш бар. Өзімізді көреміз. Так, одан кейін таңғы 5-ке дейін просто сол бөлмеде болдым. Маған КТГ-ні көрді, баланы тексерді солай. Одан кейін сағат 5-те кәдімгі босанатын бөлмеге түстім. Ол жақта 5-тен бастап жаңағы бөлмені дайындап қойған. Сол жаққа түсіп бөлмеге кірген соң қорқынышты болып кетті. Сосын 5:40-тан бастап маған окситоцин салды. Окситоцин деген ол жалпы босанатын кезде әйелдің ағзасынан өзі солай бөліну керек та, босану үшін. Яғни жатырдың жиырылып баланы шығарып жіберу үшін. Бірақ енді менің жағдайымда суы аз болғандықтан, пока мен өзімнің босануым басталмай жатқандықтан, маған басқа жаңағы сырттан келген окситоцинді салдырады. 5:40-та маған сала бастайды. Сөйтіп менде прям активные схватки дейді, толғақтар менде 11-ден басталды. Таңғы 11-ден басталды. Яғни 5:40 пен 11-дің арасында менде ондай кішкене 2 минут сайын толғақ болды, бірақ ол кезде мүлдем ауырған жоқ, кішкене сондай тартып тұрған сияқты болды. Бірақ 11-ден бастап кәдімгідей ауыртып бастады. Қазір сағат 10-нан 57 кетті. Мен босанатын бөлмеге сағат 5-те түстім. Телефонымды зарядтауды ұмытып кетіп өшіп қалып, енді қазір ғана зарядтап, сонымен қосып жатырмын. Мына жақта міне КТГ қосып берді маған. Қазір мен күліп жатырмын ғой, бірақ самом деле қазір деген қатты схватки болып жатыр. Мына аппаратта, мына жерде жақындамайды екен. Цифра тұр ғой, мына 100-ден асып 132 деп тұрған ол баланың жүрегі, анау 16 деп тұрған ол толғақты көрсетеді. Сол толғақ 100-ге барған кезде енді
және арасында демалуға уақыт болмай жатыр. Толғақ, кішкене қатты толғақ. Сөйтіп, сағат 3-те, яғни 2-ден 57-ге келген кезде мен қызымды босандым. Құдайға шүкір. Жалпы суы аз болғандықтан баланың денсаулығына сондай әсер ете ма деп мен қатты негізі уайымдадым, қорықтым. Өйткені енді білмейсің ғой сен, мысалы, өзің босанатын болсаң, енді ол неожиданно басталады да, сен қай күн екенін білмейсің, әйтеуір бірден басталып кетеді. Ал сен қай күні босанатынын білген кезде, мына күні сені босандырамыз, саған вызывать етеміз деген кезде кішкене қорқыныш болады екен. Өйткені біліп тұрасың ғой, сен сағат ерте маған 5-тен бастап салып бастайды, так деп ше. Одан кейін вызывающиймен салудың ол қандай айырмашылығы бар деп ол жағынан да қатты уайымдадым. Бірақ негізі айтады, вызывающий салғанмен де, өзің толғағың болғанмен де екеуі де бірдей дейді. Себебі екеуі де окситоцин, яғни ағзадан бөлінді ма, или ол сырттан келді ма, ол разница жоқ деген сияқты. Сондықтан шүкір Аллаға, әйтеуір аман есен босанып, қазір енді құдайға шүкір жақсы өз-өзіме келдім, жақсы қарап жатыр. 제가 찍어드릴까요? 아니 괜찮아요? 있잖아요. 그 애기 그 맘마 먹고선 애기 뭐 효소에 몸에 문제 있나 알아보는 피 검사 했던 거 알아요? 뒤꿈치에서 그 검사 해야 되잖아요. 그 검사 근데 태어나서 48시간이 지나야지. 식사하세요. 네, 감사합니다. 미역국 안 되셨죠? 네.